Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге өгіз ертегісін айтып беретін боламын. Ал ендеше тыңдаңыздар, мен бастаймын. Баяу өткен заманда шал мен кемпір болыпты. Олардың жалғыз сиыры болыпты. Олар сол жалғыз сиырының сүтімен қоректенеді екен. Шал мен кемпір сиырды сауа береді. Сосын сиырдың ішіндегі бұзауы содан өле беріпті. Сөйтіп шал былай дейді: сиырды саумай қояйық, бұзауы емсін, бұзауы сүтін ішсін. Бір жылға дейін шыдармыз дейді. Жарайды, саумай қояйын, шыдармыз дейді. Сөйтіп 3 күннен соң сиыр бұзау еркек бұзау туады. Олар қатты қуанады. Сөйтіп олар 1 жыл өз сиырды саумай бұзауға береді. Bir күні бұзау сүтті ішіп үлкен өгіз болып кетіпті. Ол өзінің семіздігіне масаттанады. Ол сосын түйелерге барып қосылайын дейді. Сөйтіп өрісте жүрген кезде түйелерге барады. Түйелердің жеген шөбін жейді, алыс сапарға шығып су ішпейді. Содан ол әбден шөлдеп, іші ауырғандықтан жылқыларға барайын. Жылқылар түйеден кішірек қой, азабы да жеңілірек болар деп ойлайды. Сөйтіп жылқыларға барады. Жылқылар шауып жүрген кезде ол да қалмай шауып жүреді. Сөйтіп бір күні оларға қасқырлар келеді. Жылқылар шауып кетіп қалады. Ал өгіз болса сол жерде қасқырлардың апанында қалып қояды. Құтқарыңдар мені, құтқарыңдар, кім бар, деп мөңірейді. Сиырлар: мынау таныс дауыс емес пе? Жүріңдер барып көрейік дейді. Сөйтіп сиырлар көрген кезде өгіз қасқыр апанына түсіп қалыпты. Сиырлар өгізден кек алмай, оны қасқырлар апанынан құтқарып алады. Өгіз былай дейді: кешіріңдерші мені, өзімнің бауырларымнан бөлініп кеткенім үшін, деп кешірім сұрайды. Осымен біздің ертегі аяқталды. Егер де бұл ертек сендерге ұнаса, менің арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңдар достар. Ал ендеше, всем пока-пока!